Этнофольклорлық экспедицияның Жаңаталап ауылындағы жалғасы. Бүгін біз Жаңаталап ауылының ұста шебері болған темірден түйін түйген Әбжаппаров Әбдікәрім атамыздың отбасындамыз. Қазір ол кісі дүниеде жоқ болғанмен үйінде ізбасары, яғни баласы осы Әбдікәрім атамыздың төсімен және де өзі қолынан шыққан дүние сау деймін, иә? Атамыз туралы не айта аласыз? Енді менің әкем 1955 жылы осы Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Өзі жастайынан ұсталыққа осындай қызыққан. Өткен әкесі үлкен ұста болған кезінде мынау жүзік, балдақ түрлі мына қыздың жасауы осындай кебежелерді қолынан соққан кісі, үлкен ұста болған. Өзі қиын қыстау кезеңінде сол замандағы өзінің сол елдің осы ұсталықпен асыраған екен. Осы өзінің бел баласы менің әкем жастайынан осындай қызығып, бұл да кезінде көптеген жүзіктері нелер болған. Қазір енді бұның барлығы өткеннен кейін қазір жоқ. Сондықтан қалғаны дүниеден өткеннен кейін төсі өзінен қалған. Одан кейін өзінің қолымен жасаған кетпенді арнайы өзінің неге трактордың андай несінен күріш себетінден дискісінен жасалады. Осы оңғысы арнайы мықты темір, өйткені ол топыраққа неге мүжілмейді, ағандай шыңылайды. Сосын бұны суару жақсы болу керек. Кетпен отқа қыздырып шыңылаған суарылған соң мына жүзік қайтпайды. Енді өзім жасағаны біраз жыл болған. Енді бұны тек қайттан орнына келіп шыңылау керек. Төске қойып шыңыламаса дейін кетпеннің жаны кіре береді, түскіш болады топыраққа. Жалпы бұл кісі енді кетпеннен басқа көптеген осы ауыл елді мекендерге кетпеннен басқа көптеген құралдар жасаған. Шалғы, орақ, құрал саймандарды егінге қажетті, осы үйге тұрмысқа тұнатын шымшуыр, қалақ, осындай кернай, сабағын жасады, осындай көптеп жасаған. Ақ ұста болған екен, бірақ сол ұсталық зергерлік кезінде жасаған өзінің үйлері бар ма, зергерлік үйлері бар ма? Қазіргі таңда мен бұлай көшіп қонып жүрген кезде бұл бар тұғын жасаған кезінде жезден, ыстан, күмістен жасаған. Қазір ол жоғалып кетті, қай жақта болғанын білмеймін, бірақ негізі көшіп қонып бұрын жасаған тұғын біздің бала кезімізде. Одан кейін темір ұстаға бірыңғай темірге шығып кетті да, ол нәрсе жасамай кетті. Көптеген қақпан, аулайтын осындай жасаған кезінде. Жалпы қысқаша осы мынау осы нені ұстап тұратын қысқаш дейді. Яғни бұл арнайы сүңгі жасайтын неге төске көрікке қойған кезде қысқаш немесе кетпеннің басын ұстап отқа салғанда немесе ұстап тұрып шыңлаған кезде пайдаланатын құралдары. Мынау енді жаңағы радиатор техникаларды немесе самаурынды жасаған кезде бұның басы мыс болады. Жаңағы қалайымен шатырдағы ұстаған кезде шыққан кезде осы балға арқылы жасайтын дейтін болған самаурынның шеттері кеткен жерлерді осыларды осындай балғамен жасайтын болған. Жалпы рахмет. Әкеңіз туралы көп мағлұмат есте қалған мағлұмат бере алдыңыз. Басыңызға амандық тілеймін.
сәйкес жол жалғар деген үміттемін. Ал осы әкемнің ұстаған құралының бірін облыстық өлкетану және тарихи өлкетану музейіне бергелі отырмын. Енді осы құралды әкемнің жасаған пайдалы енді музей түріне орнатты деп ойлаймын. Сонымен музей қызметкері жалғасбайға таныстаймын. Міндетті түрде бұл құнды жәдігеріміз біздің музейдің бір экспонаты болып өзінің тарихын жаңғыртады, және де болашақ ұрпаққа бұл экспонат міндетті түрде таныстырылады.